Сәлеметсіздер ме тыңдармандар? Бүгінгі жаңа әңгімемді қабыл алыңыздар. Әйел бақыты. Алтын биыл мектеп бітіріп, қалаға оқуға түсті. Қуанышында шек жоқ. Жаңа өмірге есік ашылғандай. Ертеңіне үлкен сеніммен қарап, жүзі бал-бұл жанып, орталық саябақпен жайлап басып келеді. Алтынның анасы өмірден ерте озған. Ол кезде бұл мектепке де бармаған. Сондықтан анасы еміс-еміс есінде. Өзінен кейін туған сіңлісі, асылда анасы қайтыс болған соң туыстары асырап алған. Сондықтан да Асыл мен екеуі бір туғандардай араласа алмай, анда-санда бір көріседі. Соңғы жылдары әкесі, апайы үшеуі бірге тұрып жатқан еді. Бұл 9 бітіретін жылы әкесі бір-ақ күнде жүрек талмасынан о дүниеге аттанып кетті. Апайының өзінен 8 жас үлкендігі бар. Мектеп кітапханасында жұмыс істейді. Бір үйде екеуі бір-біріне тірек, бірін-бірі қолдап, әкелерінен қалған шаңырақты түтінін түтетіп отырды. Сондықтан жоғары сыныптарда құрбы қыздардың көбі өздеріне жігіт тауып, кеш батса қыдырып жүргенде, Алтын үйде көп шықпай, апайының жанында болатын. Өзі көбінесе даланың жұмысын істегенді жаны жақсы көретін. Сиырларды суғарып, қора тазалап, жем-шөптерін салып, есік алдын сыпырып, көмір тасып жүргендіктен көбінесе шалбар киіп, ұлдар сияқты жүретін. Сол себепті сыныптағы ұлдарды дос санап, қыз болып қылық көрсетпей, тең қалшыңдасатын. Даланың жұмысын тындырып, апайының дайындап қойған дәмді тамағын ішіп алып, сабағын қарап болған соң, көбінесе кітап оқиды. Далаға шығып қыдыру дегенді білмейтін. Мектеп бітіру кешінде бірінші рет сарғыш алтындай жарқырап тұратын шашын жайып, шетін бүйралап, ерін жылтыр далап жағып, үстіне апайының алып берген етегі желбіреген әдемі көйлегін, аяғына туфлиін киіп, мектепке ұялып, жасқана кіргенде, сыныптастары да, тіпті мұғалімдер де бұған таң қалып қарап қалып еді. Тух, Алтын-ай, тура бір журналдың суретінен секіріп түскен орыстың модель қызы ма деп қалсам, сен екесің ғой. Не деген әдемілік. Кең жейде шалбар мен мынадай мүсініңді жасырып жүргенің қылмыс қой, қылмыс, деп құшақтай алған досы Берікпен шыр көбелек айналып, билеп жүргенде өзін нағыз бір ханшайымдай сезініп еді. Сол кештен бастап үнемі көйлек киіп, сәнденіп жүретін болған. Алтынның бүгінде үстінде жоғарғы жағы денесімен дене болып жабысып келген, етек жағы кеңірек, қысқа көйлек. Иығына түсіп, жайылып тұрған шаштары күн сәулесімен жалт-жұлт етіп, жылтырап көздің жауын алады. Ақшыл сары реңі албыртып, көкшіл көздері күлімсіреп келе жатқан бұл қызға сұқтанып қарап өтушілер де жоқ емес. Өзіне қараған жанарлардан ыңғайсызданып, қысқа көйлегінің етегін тарта-тарта мазасы кеткен Алтын саябақтың түкпіріндегі орындыққа келіп жайғасты. Отырған кезде жалаңаштанып қалған сандарын қолындағы сөмкесімен жауып, мына көйлекті кигеніне енді өкініп отыр. Биік өкше аяқ киіммен көп жүрмегендіктен аяғы да талып, ауырып қалыпты. Біраз демалып алып, жатақханасына бармақшы болып отырған қызға: «Девушка, вы не подскажите?» деп жақындап келген жігітке: «Иә аға, не нәрсе сұрайын деп едіңіз?» деп күлімсірей қараған. «Ой, кешіресіз, сіз қазақша білесіз бе? Тіпті таза сөйлейді екенсіз?» деп риза болып қалған жігітке сынай қараған Алтын жігіттің әдемі сымбатымен ұзын бойына, келбетті реңіне қарап: «Әрине, қазақ емеспін бе? Енді қазақша сөйлемегенде ше?» деп сықылықтап күлген. «Кешіріңіз қарындас, мен сізді орыс екен деп қалдым. Өзіңіз тура бір Барби кукласы сияқты болып отырсыз ғой». Осылай қалжыңдасып басталған әңгімелердің соңы танысумен аяқталды. «Есімім Бағдат болады. Осы қаланың қуыс-қуыс шек қарнын түгел білемін. Сіз сияқты қалаға жаңа келген сұлу аруларды қыдыртуға мастермін» деп қалжың шыны аралас өзін таныстырған жігіт
Ақыры қоймай жатақханаға дейін шығарып салды. Үлкен қалада басқа таныстары жоқ Алтынға Бағдаттың қалжыңдары да өзі де бірден ұнап қалды. Бөлмесіне келген соң өрікпеген жүрегін баса алмай біраз отырды. Бұрын соңды жігітпен жүрмек түгілі ол туралы ойламайтын Алтын өзіне өзі таң қалып отыр. Қайта-қайта көз алдына Бағдаттың күлімсіреп қараған жанары келіп, бойын өзіне беймәлім бір сезім баурап алған. Оның айтқан қалжыңдарын есіне түсіріп, еріксіз езу тартып, ерекше бір халде жатып, тәтті ұйқыға кеткен. Таңертең ерте тұрып, жуынып таранып, оқу орнына барып келмек боп сыртқа шыққан Алтынның алдынан жайнаң қағып Бағдат шыға келді. Сені таба алмай қалам ба деп түнімен ұйықтамай осы жерде отырдым. Қайырлы таң сұлу қыз деп еркінси келіп, қолындағы сумкасына жармасқан Бағдатқа таңырқап қалған Алтын сасып қалды. Қайда жиналдың? Жүр, шығарып салайын деген Бағдат әй-шайға қарамастан қолтықтап алып, тоқтамай әңгімесін айтып келеді. Өзі керемет қалжың қой. Неше түрлі нәрсені келістіріп айтып жібергенде Алтын еріксіз сықылықтап күліп, екеуі әп-сәтте оқу орнына да келіп жетті. Тыңда мені сұлу қыз, кешкі сағат 5-те саябақтың алдында тосамын. Кешіксең штраф, ұқтың ба? Деп күлімдеп қоштасқан Бағдат бұның жауабын тоспастан жолдан өтіп кете барды. Өзі сондай жылдам. Алтын бүгін байқады. Жасы өзінен бірталай үлкен сияқты. Өзін тым еркін ұстайды. Өзіне тым сенімді. Өз жұмыстарын бітіріп, түс ауа жатақханаға келген Алтынды бөлмесінің алдынан қара торы аласа болып келген қыз тосып тұр екен. Сәлем, менің атым Жадыра. Құдай қаласа екеуміз енді неше жыл бірге тұратын сияқтымыз, деп танысқан қызбен екеуінің әңгімесі бірден жараса кетті. Жадыра аузы бір жабылмай, өзі туралы, жолдағы басынан кешкені туралы, үй жайы, ата-анасы, тіпті жүріп жүрген жігіті туралы да айтып үлгерді. Өзі сондай ашық, жарқылдаған ақ көңіл қыз екен. Қыздымен Алтын да кешеден бері ішіне симай, кіммен бөлісерін білмей жүрген жаңалығын ақтарып салғанын өзі де білмей қалды. Ол деген керемет қой, екеуміз де қаланы білмейміз, ал сенің Бағдатың қаланың жігіті сияқты. Бұндай мүмкіндікті жібермеу керек. Ауылдан келген біздер үшін қалалық жігітті құрықтау деген бір бақыт. Қане, не тұрыс, дайындалсаңшы. Енді свиданияға шалбармен бармайтын шығарсың. Тез киіміңді ауыстыр. Аузы басы бірге қимылдап, үстел үстіне бояу-сояуларын лақтырып, бұның есін шығарып жіберді. Бір көрген жігіттің шақыртуына жетіп барғаны қалай болар екен деп, екі ойлы болып тұрып, Алтынның күдігі сейіліп шыға келді. Дегенмен де, Жадыра, мен бұрын жігіт аталумен жүріп көрмегем. Өзі менен біраз үлкен сияқты. Білмеймін, қалай болар екен деп күмілжи берді. Тух, Алтоша, сағат 5-те сені жеп қояма не? Үлкен болса несі бар? Бізбен жасты езілген жігіттерден көрі, ақыл тоқтатқан жігіт жақсы емес пе? Сонда да, бармай-ақ қоямын ғой деймін. Өз осында іздеп келіп жатса, шығармын. Алтош, қой деймін саған. Давай, мен еріп барайын. Үшеуміз қыдырып қайтайық. Жігітіңді сынап берейін. У меня глаза алмаз, деп қояды күлімдеп. Саябақтың алдында тағатсыздана күтіп тұрған Бағдат екеуін көре сала. Пақ шіркін, бірінен бірі өткен не деген сұлу қыздар. Бүгінгі күн не деген керемет күн. Өте қуаныштымын деп Жадырамен танысып, бірден тізгінді өз қолына алған. Қыздар, қазір менің ең жақын досымның туған күніне барамыз. Мен бір сұлу қызбен келем деп едім. Екі сұлумен келгенме есі кете қуанатын болды. Қане, тездетейік деп такси тұрағына қарай бет алды. Бағдат, жоқ біз бармаймыз, ыңғайсыз болады. Танымайтын жер, сыйлығымыз да жоқ, деген Алтынды Жадыра шымшып алса, Бағдат тіпті естімеген сыңай танытып, қанеки қыздар, отырыңдар, деп таксидің есігін аша берген. Бұлардың келген пәтері қаланың шет жағында жаңадан салынған биік этажды үйде орналасқан. Алтын мұндай үйлерді тек кинодан ғана көрген. Қобалжып,
жиһаздары мен үй үшін жаюлы тұрған дастарханға таңдана қарап жүрсе, Жадыра өзін өте еркін ұстап, өзін Аликпін деп таныстырған жігітпен қалжыңдасып, әңгіме шүйіркелесіп отыр. Қанеки, сұлу бикештер, дастарханға келіңдер, мені құттықтауларыңызға болады. Басқа қонақтарды тосайық та, ыңғайсыз емес пе деген Алтынды құшақтап стол басына отырғызған Бағдат. Алтын, ал туған күн иесін тостырып қойғанымыз ұят емес пе? Саған не болды? Ыңғайсыз деп, одан да Алик қана дайындай алатын фирменный сусынды алып отырыңдар. Қорықпай-ақ қойыңдар, безалкогольный деп, алдындағы тарелкаға тағамдар салып, дәмді сусынды ұсына берді. Біраздан соң әдемі әуен ырғағымен Бағдаттың құшағында билеп жүрген Алтын өзін жайсыз сезіне бастады. Аяқ-қолдары үйіп, басы ауырлап, ауа жетпей бара жатқандай күйге түскен. Балконға таза ауамен демалып келуге шыққан Алтын қою қараңғылық аясында жапырылған сансыз шамдары жарқыраған қала келбетіне қарап, уақыттың қалай тез өткеніне таң қалып, тезірек қайтуды ойлап тұр. Басы айналатындай. Керемет көрініс, иә, деп артынан келген Бағдат белін қапсыра құшақтап, өзіне қарай тарта берген. Жігіттің қарулы қолдары арқасын сипалап, үстіндегі жұқа көйлегінен алақандарының ыстық лебі өтіп, денесін күйдіріп бара жатқандай. Жүрегі кеудесінен секіріп шығатындай дүрсілдеп, басына қаны шапшып, беті нарттай қызарып кеткен Алтын өзін зорға дегенде қолға алып, бойын тіктеп, Бағдат, мен өзімді өте жайсыз сезініп тұрмын, біз қайтайық, деді қатқыл үнмен. Жігіттің құшағынан сытылып шығып, үсті басын жүре жөндеп бөлмеге оралды. Жадыра Аликтің құшағында басын кеудесіне қойып, екі қолымен жігіттің мойнына асылып, бұл дүниеге екеуінен басқа жан жоқтай жайбарақат әуен ырғағымен теңселіп жүр. Алик те қыздың шашынан иіскеп, екі қолы қыздың денесімен тіміскілеп, бөлмеге кірген бұған көңіл аударар түрі жоқ. Жадыра, жүр қайтамыз. Екі аттап барды да, ойнап тұрған магнитофонның тоқтан ажырап тастады. Ей, Бага, сен қайдасың? Мына бар беңді бассаңшы, не қарап жүрсің? Нука, музыканы қосыңдар. Бага, ау, деп Алик ысқырып жатса, Жадыра бетін басып, сықылықтап күле берді. Көзі тұманданып кеткен. Жүре жеткен Бағдат артына келіп, қапсыра құшақтап алып, тік көтеріп алған күйі келесі бөлмеге қарай бет алды. Алтын қанша бұлқынса да, қатты қолдардан босай алмай, бар қолынан келгені жан даусы шығып, шыңғырып көмекке шақыру келді. Бөлме ортасындағы төсекке бұны алып ұрған Бағдат тістене, аузыңды жап, қане, дыбысыңды шығарма, деп аузын қолмен баса берді. Оңтайлы кезде жігіттің алақанынан қыршып тістеп алған Алтынның аузына кермек дәм келді. Бағдат қолын қанша тартып алмақ болса да, тістеніп жағын ашпаған күйі, қасарысып қалған қыздың аузынан қан тамшылары аға бастады. Оңдырмай бір боқтап алған жігіт екінші қолмен басы көзі демей тоқпақтай берген. Басына тиген соққыдан қорғануға да әлі келмеген ару сылқ етіп есінен танып бара жатты. Алтын есін ауруханада бірақ жинаған. Сол бір қарғыс атқан түннен бері де біраз уақыт өтіп кетті. Қасындағы апайы күндіз түні бұны күтіп, тамақтандырып, ем шараларын алуға көмектесіп жүр. Қалаға келе сала, мынандай халге түскен сіңлісіне қарап, күрсіне береді. Бет сүйегі, мұрны, жағы, бірнеше тістері сынған. Беті күзгі күп боп ісіп кеткен. Алтынның ләм-мим деп тіл қатпағанына неше күн болды. Көзінен жасы сорғалап, төбеге қарап жатқан. Жадырада күнде келіп, қасында отырып кетеді. Сампылдап, апайына бар әңгімесін айтып, бұның қолынан ұстап, сөзге тартқысы келгенмен де, Алтын Жадыраға келсе болды, бетін қабырғаға бұрып алып, бір қарамайды. Бүгінде, ой апай, қайта менің сол жерде болғаным қандай жақсы болды. Ана Бағдат деген оңбаған нағыз псих екен. Бізді қанша қой дегенмен де тоқтамайды ғой. Екі көзі қанталап кеткен, түрі сұмдық қорқынышты.
Мен қайта жалаң аяқ жүгіріп шығып, көршілердің есіктерін тарсылдатып, бүкіл подъезді оятып, шулаттым ғой. Көршілер келіп, полиция шақырып, айырып алды зорға дегенде. Әйтпесе, не боларын ойласам, зәрем ұшады. Қалада қасқыр болу керек екенсің ғой. Оны біз қайдан білейік? Екеуін де қамап тастады. Кеше тергеуші шақырып, барып келдім. Ұзақ отыратын сияқты. Олар осылай жас қыздарды бопсалап, өздерінің айтқандарын істетіп үйреніп қалған екен. Сусынға дәрмен, ашама бірдеңе қосады екен. Ішкен кезде тіпті сезбей қалады екенсің. Ал түрлеріне қарасаң тіпті ойламайсың. Екеуі де керемет жігіт болып көрінген. О тобай, адам аласы ішінде екен ғой. Алтын қайта жалғыз бармақшы болып тұрғанында менде бірге барғаным қандай абырой болды. Әйтпесе, өзі тіпті тергеушілерге де түк айтпайды ғой. Сізге де сөйлемейді ме? Әлде мүлдем сөйлей алмай қалған ба? Деп өз сөзін аяғын сыбырлап айтқан Жадыраға апайы. Алтын сені көргісі келмейтін сияқты. Сен келсең болды, теріс қарап қалады. Екеуіңнің орталарында не болғанын мен білмеймін ғой. Бірақ енді әуре болып келмей-ақ қой. Кейін өзі хабарласар деп шығарып салды. Бетіне бірнеше рет ота жасап, ауруханадан шыққан Алтынды апайы туыстардың үйіне әкеп орналастырды. Ісігі әбден қайтқан соң, әлі де пластикалық оталар жасап, тіс салдыру керек. Оған қомақты қаражат керек. Апайының біраз малдарын сатып, туыстардың көмек ретінде жинаған аздаған қаржысына 2 рет бетіне ота жасатты. Бірақ әлі де айнаға қараса, өз түрінен өзі шошиды. Білгіш біреулер сот арқылы көп ақша өндіріп алуға болады дегенмен де, сол түні ұмытқысы келген Алтын сотқа да бармай қойды. Сол жағдайға тек өзін ғана кінәлап, іштей өзін өзі жеп жүретін ол, томағы тұйық жүріп, ешкімге сыр ашпайтын. Басында ауырсынғаннан үндемей жүрген болса, қазір сол әдеті мінезге айналып, әңгімеге араласпай, өз бетімен үндемей жүреді. Ауруханадан келген соң-ақ иығына төгіліп тұратын шашын тықырлап алып тастаған. Таңертең ерте тұрып, жүгіріп, денесін шынықтырып, түрлі жаттығулар жасағандықтан бұлшық еттері білеуленіп, денесі тартылып қалған. Өзінің көйлек, туфли, әшекейлерін түгелдей лақтырып, үстіне бір-екі спорттық үлгідегі киімдер алып, киіп алған. Алтынды бір көрген адам еркек екен деп қалады. Үйде де, далада да жұмыстарын жасап, ер адамның атқаратын тірлігін жасағандықтан жүріс-тұрысы да өзгеріп кеткен. Жаттығу алаңында үнемі бірге жүретін 2-3 жігітпен араласады. Олар орыстар болғандықтан басында бәрі Алтоқа деуші еді, қазіргі аты Тоқа болып, оған да еті үйреніп кетті. Тек түнде жатқан кезде әйел болмысы оянып, өзінің мына тірлігіне көңілі толмай, жастығын ыстық жасқа ашылайды. Бетіне білеуленіп тұрған тыртықтан, тігістен дүрдеп тұрған ерінен құтылуды армандап, қисайып тұрған жақ сүйегінің орнына келуін жаны қалап, әдемі тістерін жарқыратып көрсетіп күлген сәттері еске түскенде, іші өртеніп кететін. Қанша ер мінезді, қатал болып көрінгісі келсе де, табиғатты жеңе алмай, арпалысып жаны күйіп кететін. Алтын бүгінде тым ерте тұрды. Күндегі әдетінше жаттығу алаңында жүрген бұған досы келіп, «Тоқа, мен ет комбинатқа жұмысқа тұрдым. Жұмысы ауыр болғанмен, айлықтары жаман емес. Жұмысшылар қабылдап жатыр. Сенде барып көресің бе?» деді. Ақша жинап, шетелге барып бетіне пластикалық ота жасатуды армандап жүрген Алтын бірден келісіп, енді міне жұмысқа да қабылданып үлгерді. Бұның жұмыс орны конвейердің ең алғашқы бөлігінде орналасқан. Ең ауыр бөлік. Төленер айлығы ерекше болғандықтан осы жерді таңдады. Бұлардың кірген жұмыс орны комбинаттың мал сою бөлігі. Негізгі жұмысшылар еркектер. Алтын басында жұмысшылардың қатыгездігіне таңырқап қалатын. Конвейермен аяқтарынан салбырап тұрса да, бұлқынып тыпырлап жатқан малды әңгіме айтып тұрып бауыздай салатын. Үсті бастарынан қан сасып тұрса да, үзіліс кезінде берілген пирожки мен сүтті сіміріп алатын. Еркектерге қарап кейде жүрегі айнып кетеді.
бір жұмадай жұмысына бойы үйрене алмай жүргенмен 3 күннен соң көрге де үйренесің демекші, бұған да бойы үйреніп, малды бауыздап та жіберетін болып, жұмыстан бірсыпыра жылдам орындауға дағдыланып қалды. Қасындағылар бұны ер жігіт деп ойлап, бірі братишка десе, бірі тоха деп жұмсап та қояды. Бұл да жұмыстан ешқашан қайтпайды. Кейде өзіне ауыр болса да, қарап тұрмай кірісіп кетеді. Бірақ заты әйел емес пе? Жұмыс аяғында қолдары сылдырлап, белі ауырып, шыдатпай кетеді. Сонда да ешкімге шағымданып, өзін-өзі аяп көрмепті. Жұмысы тұрып жатқан үйіне бірталай алыс болғандықтан, осы маңайдан жылдамдата пәтер іздеп бастаған еді. Бүгін қасына бір жігіт келіп, «Братишка, ты ищешь квартиру?» деп, орысшасы онша болмаса да, тілін бұрап сұрады. «Иә, маған осы маңайдан тұратын үй болса деп едім, бірақ қатты қымбат керек емес» деген бұған таң қалып қарап қалған жігіт қуанып кетті. «Түх, өз бауырым екенсің ғой, орыс екен деп тілімді сындыра жаздап тұрсам, біздің үйдің алдындағы времянкаға тұрсаң қалай болады? Қазір күн жылы кезде жақсы, қайта салқын тұруға болады. Ал күн суыған кезде үйдің бір бөлмесін босатып береміз. Біз әкеуміз ғана тұрамыз. Әкем ауырып қалғаннан бері ақшадан қысылып қалдық. Бос тұрған времянканы пайдаға асырайық деп, ішкі сыртын әктеп дайындап қойғанмын. Барып көресің бе? Өзің көріп бағала. Қанша ақша берсең де ризамын. Бұрын-соңды оңдай нәрсемен айналаспаған соң, парқын білмей дал болып тұрғаным» деген жігітке енді зер салып қарады. Иықтары қақпақтай, орта бойлы, қою қара шашты, түксиген қабақты, қыр мұрынды. Бірақ келісті өңін, жырық ерні мен ақсиған тістері көрініп тұрған аузы бозып тұр. «Менің атым Қанат болады. Сені Тоқа дейді ғой, тоқтарсың ба?» деп ақсиып күлген кезде түрі тіптен сүйкімсіз болып кетеді екен. Қанат екеуі келіп, көрген үйді ұнатып, осында тұратын болып шешті. Үлкен жер үйдің ауласына салынған, 2 бөлмелі жертөле. Тап таза жиналған, төргі бөлмеде диван мен кішкене экранды теледидар. Кіреберісте стол мен 2-3 орындық, газ плита, ыдыс аяқ салынған кішігірім шкаф. Жиһаздар жаңа болмағанымен де жинақы, бәрі өз орнында. Есік алдында мүгедектер арбасында отырса да, жасы шамамен 60-тан асып кетсе де, көз жанары жайдары, үсті басындағы киімдері тап-таза, көзіне киген көз әйнегі өзіне ерекше сән беріп тұрған жанды өзімнің әкешім деп таныстырған Қанат. «Пап, мына Тоқтар деген бала біздің үйде тұратын болды. Екеуміз бірге жұмыс істейміз, еркелетіп Тоға дейміз. Сен де солай айта бер», деді. «Бәрекелді. Тоқа десеңдер солайға атайын. Өзің абарғы екесің. Анадай ауыр жұмысты қалай істеп жүрсің? Біздің Қанат сияқты шымыр болсаң бір сәрі. Тегі тамақты дұрыс ішпейсің ау. Үйге кіріп тамақтанып алыңдар. Менің жасаған тамағымның бағасын беріп жібер. Аяғым істемесе де басқа жерім сап-сау. Істеген тамағымды басқаларды білмеймін. Мына Қанат мақтан-мақтап соғып алады», деп күліп, алдында жатқан газет-журналдарды жинастыра бастады. «Жоқ, мен Тоқтар емеспін. Мен еркек емеспін» деп айта алмай, үнсіз Қанатпен үлкен үйдің асхана бөлмесіне кірген Алтын үйдің тазалығына таң қалып қалды. Мұрыннан дәмді тамақтың иісі қытықтап, тәбетті ашылып кетті. «Тоқа, кел. Менің папам 2 жылдан асып кетті. Жол апатына түсіп, аяғынан жүре алмай қалды. Бірақ үйдің бар жұмысын өзі тындырады. Әсіресе кейінгі кезде тамақтың түр-түрін жасайтын болды. Менің хоббиім деп неше түрлі рецепттер жинап алған. Ана тұрған папкаларды көрдің бе? Бәрі газет-журналдан қиылған рецепттер. Соларды жасаған өзіне ұнайды. Мен керек нәрселерін тауып әкеп беремін. Және құрамы арзан болады. Егер өзім әкемесем, тамақтың неден жасалатынын ешқашан таба алмаушы едім. Қане, сен тауып көрші, бүгін тамақтың құрамы қандай?
деп сөйлеп жүріп, бұның алдына сәндеп әкелген тамақты қойған Қанат ақсиып күліп, өзі де сондай тәбетпен тамақтана бастады. Алтын қанша тырысса да тәбеті шауып, алдына қойылған тағамды қалай тауысқанын білмей қалды. Тістерін ақситып, Қанат отыр қарсы алдында. Ой, Қанат, не деген дәмді? Шынымен-ақ папаң жасаған ба? Мейрамхана мәзірінен тапсырыспен алдыртып, мен алдап отырған жоқсыңдар ма? Деп тамсанып, далаға шыққан Алтын бақшаны суарып жүрген Қанаттың әкесіне еріксіз тамсанып қарап қалды. Астындағы арбасын бір қолмен меңгеріп, екінші қолмен су шашып, ыңылдап, ән айтып жүрген жігіт ағасы шын бақытты кейіпте. Жанына келіп, шын көңілмен, аға, сіздің тамағыңыз шынымен де өте керемет. Сізге тапсырыспен тамақ дайындап, өз асханаңызды ашуға болады екен. Қанат, естідің бе? Тоқа мені бір асхананың басшысы қылып тағайындап жатыр. Маған көмекші болса, бизнесмен бола аламын деп едім ғой өткенде. Көрдің бе? Айтқаным дәл келді емес пе? Деп масаттанып бұған көзін қысып қояды. Ой Тоқа, сен папамның жанды жерін дөп бастың ғой. Осы маңайдағы жұмыс орындарға түскі ас жасап сатамын деп бизнес жоспар құрып қойған бұл кісі. Тек қасына көмекші керек болып жүр. Менің тапқан ақшамды місе тұтпайды өзі. Екеумізді асырай аламын десем, болмайды ғой мазасызданып. Ей, балам, мәселе ақшада емес қой. Мен өзімнің жаным сүйіп істейтін іспен айналысып, өзімнің әлі де бұл өмірде өз орным, өмірден өз аларым бар екенін дәлелдегім келеді, деген әкесіне риза болып қарап қалған Алтын. Жұмыстан бос кезде сізге көмекші болуға дайынмын, деді. Қанат анасының бұны дүниеге әкелгеннен кейін жаман ауруға шалдығып, көп жылдар ауырып, өмірінің соңғы жылдарында төсек тартып, бірнеше жыл жатқанын, әкесі жанынан бір мезет кетпей өзі қарағанын айтқан. Анасы қайтыс болған соң, бүкіл өмірін ұлына арнап, жұмыс пен үйдің ортасына шапқылап жүріп, аяқ астынан апатқа түсіп, аяқсыз қалғанда, жігері құм болмай, өзінің шарасыздығын бір көрсетпеді, деп ерекше мақтанышпен айтқан Қанат. Шынымды айтсам, бұрын өзімнің келіссіз түрме, мына жырық ерніме намыстанып, кейде тіпті өмір сүргім келмей кететін кездер болған. Неліктен бұл дүниеге осылай құбыжық болып келдім екен деп жылайтынмын. Сөйтсем, оның бәрі асқандық екен ғой. Алла тағала мені құрт құмырсқа, жылан шаян, тіпті өзім сойып жүрген мал емес адам қылып жаратқан екен. Мен бүкіл бір өмір иесі екенмін. Ендеше мен неге мұңаюым керек дедім. Осының бәрін әкем ұқтырды маған. Алтынның осы үйге келіп тұрғаннан бері көңіл күйі көтеріліп, өзіне деген ойы өзгерді. Осыған дейін өзін басқалардан төмен санап, өткеніне өкінуін қоймай, алдағы өмірге күмәнмен қарауын тоқтатпаған ол, томағы тұйық болып, ұнжырғасы түсіп жүретін. Қанат пен әкесі Батырхан ағаның өмірге деген құштарлықтары, бұның да өмірге деген көзқарастарын өзгертті. Күнделікті кешкі асты үшеуі бірге ішуді әдетке айналдырған. Әрдайым көңілді, мағыналы әңгімелермен өтетін осы отырыстар Алтынға керемет ұнайды. Батырхан ағаны өз әкесіндей құрметтеп, Қанатты ағасындай көріп кетті. Тіпті өзі белсеніп, жұмыстан бос күндері Батырхан ағаның жасап берген тамақтарын жарнама ретінде көрші жұмыс орындарына тартып, тапсырыстар жинап келген. Енді міне кешкілік сол тапсырыстарды дайындауға көмектесіп жүр. Ой бәрекелді Тоқа, сенің икемің бар екен. Ана Қанат қой, ол тек жегенге ғана шебер. Қане, енді мыналарды былай жасайық, деп өзіне риза болған Батырхан ағамен бірге күнделікті түрлі ас жасауды да үйреніп қалды. Жұмысынан кейде шаршап келсе де, күнделікті жаңа ас мәзірін жасаған кезде шаршағанын ұмытып, рахаттанып қалады. Басында аздаған ғана тапсырыстар түсуші еді. Сымсыз телефон арқылы бір-бірінен естіп, ұнатқан адамдар саны көбейіп, бұлардың тағамдарына сұраныс көптеп түсуде. Азық түлікті сатып алып, жеткізу, одан ас даярлап, арнайы ыдыстарға салып, уақытымен керекті жеріне жеткізіп беру оңай шаруа емес.
Өзінің мүмкіндігі шектеулі болғанына қапалана берген ағаға қолдау көрсеткісі келіп, осы кәсіппен түбегейлі айналысуды жөн санаған Алтын жұмысынан шығып кетті. Айлығына қызыққанымен де ол жұмыс өзін қажытып жібергенде еді. Жанына жат нәрсемен айналысып жүргендей сезімде болатын. Көрде тұр, Тоға, сен осы шешімге еш өкінбейсің. Екеуміз бірігіп, әлі де айды аспанға шығарамыз. Бұндай жұмыспен бұл маңайда айналысып жүргендер жоқтың қасы. Сондықтан біз үлкен бір кәсіптің негізін қалап жатырмыз. Ақша жағын уайымдама, бәрін бірге санап тең бөлісетін боламыз, деген Батырхан аға. Қуанышында шек жоқ. Қолындағы азды-көпті жинаған ақшасында осы бизнеске құйған Алтын ерекше сезімде еді. Өмірден өз жолын тапқандай жұмысына құштарлана кіріскен. Жаңа кәсіппен шұғылданып жүріп, уақыттың қалай зырылдап өте шыққанын да байқамай қалыпты. Алтын қазір жұмысты бір жүйеге енгізіп, бірнеше мекемелермен шарт жасасып та алды. Енді қасына көмекші алмақ ойда бар. Ол туралы Қанатпен ақылдасып еді. Жақсы, мүмкін мен де сендерге қосылсам бекен. Бірақ менің қолымнан алып келіп шалып келіп болмаса, көп нәрсе келмейді. Есепке де жоқпын. Ал сен Тоға бар жағынан екемің бар. Папам сені жолықтырған Алласына күнде рахметін айтпай жатпайтын болды. Жарайды, көп мақтама. Сенің қолынан көлік айдау келе ме? Куәлігім бар. Бұрын папамның машинасын айдап үйренгенмін. Көлік болса егер баламын ғой. Бірақ папамның өзі жол апатына түскен соң мені сол машинаға жолатқысы келмейді. Онда қазір жиналған ақшаға жақсы бір көлік алайық. Сен мына жұмысынан шығып, сол көлікті тізгіндесең, бізге көп көмек болушы еді. Батырхан ағаны өзім көндіремін. Міне осылай Қанат та бұлардың жанұялық кәсібінің мүшесі болды. Жаңа көліктің жүргізушісі болып шыға келді. Алтын екеуі жиі жұмыстармен жолға бірге шығатын болғандықтан, бұрыннан да жақын болып кеткен. Кейінгі кезде Алтын тіпті Қанатқа ағасындай қарағандай емес, басқа көзқараспен қарайтындай. Оған деген бір сезім жүрегіне ұялағандай сезініп те жүр. Оның адамгершілігі, ақылдылығы, мінезділігі, бетіндегі кемістігін көзге ілдірмей жіберуші еді. Бірақ қанша рет тоқталса да, Алтын өзі жайлы сырын айта алмай-ақ қойды. Бүгін көрші қалаға бір жұмыстармен ұзақ жолға шығу керек болды. Екеуі жол бойы ананы бір, мынаны бір сөз қылып келе жатқан. Алтын бір кезде: Қанат, сен менің бетімдегі жаралар туралы бір сұрамадың. Өз айтар деп күтіп жүргеніңді де білемін. Осы жаралардың артында қаншама сыр жатқанын сезесің бе? Бүгін сол туралы айтатын уақыт келген сияқты. Қанат бұған жалт бұрылып таңырқап қарап қалған. Ары қарай бәрі бір көзді ашып жұмғанша болды. Алтын ештеңені ұғып та үлгермеді. Тек қарсы келіп қалған көліктен қашқан Қанаттың айқайын естіп үлгерді. Сарт-сұрт еткен дыбыстар қатар басына тиген соққыны сезіп үлгерді. Ары қарай болды, мөгілген тыныштық орнаған. Алтын есін жия сала Қанатты іздеді. Қанаттың жансақтау бөлімінде әлі есін жимағанын естіп, өзін соның қасына кіргізуін өтінумен болды. Өзінің миы шайқалғанын, дем алып жату керектігін айтқан дәрігерлерді де тыңдағысы жоқ. 2-3 күн өткен соң Қанаттың жанына кіргізген. Өңі сүп-сұр болып, ұйықтап жатқан адамдай жатқан оның қолынан ұстап: Қанат, мен білемін, сен бәрін естіп жатырсың деп бастап алып, өзінің бастан кешіргендерін түгел айтты. Өзінің оған деген сезімін де білдіріп үлгерді. Қанат үнсіз қозғалмай жатыр. Бөлмеде тек аппараттың шуылы ғана естіледі. Осылай 10 күнде өте шықты. Алтынды ауруханадан шығарғанмен де, ол Қанаттың қасынан бір елі кетпей, күндіз түні қарап, әңгімесін айтып, сөйлесуін тоқтатпады. Құдды өзін естіп жатқандай, сөйлесуін бір қоймайды. Үйге барып, Батырхан ағаның да көңілін аулап келеді.
Екеуі бірігіп дұға жасап, Қанаттың сауығып кетуін тілеумен болды. Бір күні: «Аға, мен сіздерді алдап жүрдім. Мен ешқандай да тоқтар емеспін. Менің атым Алтын. Иә, мен қыз баласымын. Сіздерді ғана емес, өзімді де алдап жүруімнің себебі өміріме өкпелі едім», деп басынан кешіргенін түгелдей баяндап берді. «Алтын қызым, басыңа ауыр сынақ түскен екен. Бірақ битке өкпелеп тоныңды отқа жақпа деген бар емес пе? Қанша жерден еркек болып көрінгің келгенмен де өз болмысыңды жасыра алмайсың. Қанша жерден мықты, күшті болып көрінгің келгенмен де ішіңде нәзік ханшайымның жылап жатқанын бірнеше рет байқап, жасырған сырың бар екенін сезгенмін. Уақыты келгенде өзің айтарсың деп сені мазаламағанмын. Қырсыққан қыр көрсетудің артында ашынғандық, зорлық тұрғанын енді естіп біліп отырмын. Бағдат опасыздың жазасын бір Алла береді. Сенің төгілген әр көз жасың үшін жауап берер күні де келеді. Сондықтан бәрін Аллаға тапсыр. Құлыным, өткен өтті. Қанша жерден қапалансаң да, өзіңді өзің жұлып жесең де, өткенді өзгерте алмайсың. Өткен күнге қарап өкінгенше, алдағы күнге сеніммен қарап үйренгенің жөн. Қанат балам аңқау, көп нәрсенің байыбына бара бермейді. Сондықтан да сені бауырындай көріп, сенің қыз баласы екеніңді тіпті сезбеді. Мен сондықтан да сен үшін алаңдадым. Сыртымнан қарап тілеуіңді тілеп отырдым әрдайым. Қанат қоян ерін болып туғанда кішкене кезінде ота жасатып алуға болушы еді. Бірақ Қанаттың анасы қатты ауырып, есіміз шығып, уақытты өткізіп алдық. Артынан шетелге барып ота жасатамын деп жүргенімде өзім апатқа түсіп қалдым. Сенің көмегіңмен мына кәсіпті ашып, азды көпті табысқа кенеліп келе жатқан екеуіңді түрік еліне барып ота жасатуға жіберуді ойлап жүрген едім. Сондықтан жан жарасы жазылса, денедегі жарадан құтылудың жолы бар ғой. Ол үшін уайымдама, деген. Батырхан ағаны құшақтап алған Алтынның мойнынан үлкен жүк түскендей сезілді. Бүгінде күнделікті әдеті бойынша үнсіз жатқан Қанатпен сөйлесіп, жаңалықтармен бөлісіп отыр еді. Қанаттың саусағының ұшы жыбырлағанын байқап, дереу дәрігерлерді шақырды. Сонымен Алла қолдап, 20 күнде ес-түссіз жатқан Қанат есін жиып тілге келді. Алғашқы айтқан сөзі Алтын болды. Мұны естіген Алтын жылап жіберді. Бір жағынан бәрін естіп жатқан екен ғой деп қуанса, бір жағынан өзінің кейде қатты ашық айтқан ойлары үшін ұялып та қалады. Міне, осылай бастау алған Қанат пен Алтынның махаббат дастандары үйлену тойымен жалғасын тапты. Сол жол апатынан соң әбден сауығып шыққан Қанат пен түрік еліне барып, екеуі де ота жасатып келген олар қазір сондай жарасымды жұп. Екеуіне қызығып қараған жұрт еріксіз тамсанады. Ақ келіннің келісті сымбаты, әдемі өңі талайды таң қалдырған. Алтынның өңі бақыттан одан сайын нұрланып кеткендей. Жүзі бал-бұл жанып, көзінен от шашып тұр. Қанаттың құшағына кіріп, мен сондай бақыттымын. Шынымды айтсам, Бағдатты кешірдім. Себебі сол жағдай менің өмірімде орын алмаса, сені кездестірмес едім. Сенің жаныңда әлсіз әйел болудың өзі мен үшін керемет сезім. Нағыз әйел бақыты жанын түсінетін, жан сырын табу екенін түсіндім, деген Алтынға құшақтап тұрған ұлының мерлене қарап отырған Батырхан ағаның көзінен еріксіз жас келді. Қазіргі кезде Қанат пен Алтын Батырхан атаға 2 немере сыйлаған. Тамақпен қамтамасыз ету саласында өте ірі кәсіпті дөңгелетіп, өз ризықтарын теріп отырған үлгілі отбасы. Құрметті тыңдармандар, егерде әңгімем ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдырып, лайк басып кетулеріңізді сұранамын. Қош, сау болыңыздар. Келесі әңгімеге дейін сау болыңыздар.